Қалдарың қалай? Қош келдіңдер. Мен сразу айтып қояйын, тақияға ешқандай шутка болмайды. Просто киіп шықтым. Просто қыздар да киіп жүреді ғой ондай. Сырғалармен ше. Солай киіп шықтым. Менде де сырға болған, бірақ басында. Тісіме тағып алдым десең. Жоқ, жартысын Жансаяға бердім десең. Мен бүгін өмірде біз көп мән бермейтін дүниелер туралы айтамын. Көп нәрсеге мән бермейміз. Мысалы, біз күнде ұстап жүрген телефон бар ғой. Мысалы, екіге бөлініп кеттік қазір біз. iPhone ұстайтындар и iPhone ұстамайтындар. Басқа телефонға просто мән бермей кеттік біз бар ғой. Олар бейшара неше түрлі шығарып жатыр. Олардың нервына тиіп жатыр, білесіңдер ме? Фантастический нәрселер шығарып кеткен ғой, байқайсыңдар ма? Ана телефон ше, мынандай Samsung бар ғой, бейт. Просто осылайынан жабылады, ашылады, істеп тұр еще ше. Фантастика емес па негізі, бүйтіп, анау жабылып. Біз iPhone деп жүре берсек, олар бір күні ызаланып, мынандай бүйтіп сүртіп қалып. iPhone-нан басқа телефон мән бермей кеттік. Мен зерттеп көрдім, ешкімге керек жоқ анализ жасап, өзім зерттеп көрдім. Не үшін біз iPhone-нан басқа телефонды мән бермейміз деп. Сөйтсем, Samsung қиындатады екен көп нәрсені. Атының өзін қиындатады олар. iPhone-да бәрі түсінікті, қарапайым, 11, 12, 13 деп. Просто жыл сайын бір қосып отырады ше. Логикасы түсінікті. Samsung-тың логикасын вообще түсінбейсің ғой. Samsung Galaxy S23 Ultra. Samsung Galaxy Z Flip 4. Просто клавиатурамен ойнап отырып қоя салған. Сөйтіп кете берсе бір күні ше, Samsung Galaxy S50 көбейту 4 түбірасты 700 бөлу 3 жақша ашу 8 705 Ультра Мега Макс Дикий Таняр Дарабос. Одинокий тигр. Найман Садр. Елу дей салу мүмкін соңында ше. Қиын ғой, қиын. Рингтонда қиын ғой сосын, байқайсыздар ма? iPhone-да бірақ инструмент ше, тың. Қиындатпаған ше, просто бірақ инструментпен, просто тың. Samsung-та оркестрмен кіріп келеді ғой. Дирижермен кіріп келеді. Шошып кетесің. Блокировкасына шыққанда да Samsung-та просто пычық, да, просто пычық бола салсын. Ал iPhone-да просто пычық дей салды. Samsung-та су әлемі ғой просто. Хотя осы жерде просто істей салса деймін да. Жоқ, бұны да қиындатамыз. Huawei Meizu дейтіндерді мен айтпай қояйын. Олар сразу экран сынып сатыла ма қалай вообще? Новый Huawei көрдіңдер ме өмірде? Всегда экран сынып, память толып, шеті жырылып,
бір камерасы істемейді. Жоқ, мен нені жамандап отқан жоқпын ұстайтын адамдарды. И мақтап та жатқан жоқпын енді. Жамандап отқан жоқпын. Мен айфонға да претензиям бар. Айфон бір моментте 8 деді да, сразу 10 деді. 9 қайда? Біз байқамай қалды деп ойладым ма? Санау білмейді дей ма? Тупой олар. Аттап кетейік сразу. Айфон болса ала береді олар, пофиг. Сосын бір моментте Samsung'тың бір маркетологы Apple компаниясына бір 3-4 ай ма жұмысқа кіріп шығып кетті деймін ше. Ой, ешкім байқамай қалды. Мен байқап қалдым. Өйткені iPhone бір моментте қуып баратты ғой. iPhone X деп, XS, XR деп қуып баратқан жерден сосын жұмыстан шығарып жіберді, қайттан 12 деп, о, нормально. Миымызға кіріп кеткен iPhone. Өткенде бір досым Oppo дейтін телефонды 450 мың қалғанда. Далбан деген. Oppo далбан. Не үшін алдың дедім. Не артықшылығы бар дедім. Нағарсай, деді да, камерасын басып еді, деп төбесінен бөлек камера шықты деп, көрдің ба, деді. Осы ма, 450 мың? Жоқ, қарасай, деп қайттан кірді. Кіріп шығу үшін 450 мың ба енді осы? Жоқ, қарасай, деп басына ручка түсті да. Болды ма енді, осы ғана ма? Мен если түсінетін едім, если бір кнопканы басқан кезде, бауырым отыр десе, нормально, 450 мың нормально, күшті екен, я. Бірақ сонда да лобовой сынып тұрады ше. Мән бермейтін нәрселер көп. Тағы бір нәрсе, Яндекс такси деген бар. Яндекс таксиде категориялар бар. Бизнес, комфорт плюс, комфорт, эконом. Ең төменгісі арзаны, эконом. Ең төменгі. Жоқ, тұратсаңдаршы. Еді, эконом еді. Бірақ Яндекс өзінің конкуренттері жоқ екенін пайдаланып, тәкаппарланып, жоқ, сендер тағы да төмен деп чуть пройти дейтін шығарды жақында. Сен үйіңе жеткізбей, просто сен дальше жаяу. Бейшара жаяу жүр бір. Осы жерден қайтып кетемін. Одан да төмен бейшарасын деп, вместе деген шығарды жақында. Бейшаралар бірге жүріңдер. Бірге қайтындар, қайда қайтасыңдар? Қараңғы жерге ма барасыңдар өздер? Конкурент жоқ болғасын пайдаланып жүрді олар. Сөйт кете берсе бір күні андай шығады сияқты, бір күн водительдің үйіне барасың. Бәке, абай Байтұрсынға апарып тастайсыз ба? Машинаны қыздыра бер, ешкім мән бермейді оған. Сосын қазақтың тілдерінде мән берілмейтін нәрселер бар, аудармаларында. Мысалы, орыстардың түстерінің аттары көп та, әр түске әртүрлі ат шығарып тастаған. Бежевый, бирюзовый, бордовый деп, мысалы. Бізде көк па? Ашық көк. Қанық көк. Көк сияқты. Көк пен жасылдың ортасы. Пожалуйста, бирюзовый. Сосын андай тіл маманы бар ғой енді, басқа тілден аударатын.
сол маман көк цветті жақсы көретін сияқты. Өйткені біз оған бәріміз барамыз да, былай. Кешеңіз бізде аударылмай қалған бір-екі сөз бар еді. Фингал деген сөз бар. Көгеру дейді. Көгеру. Просто плесен көгеру да бізде тоже. Түсініп алады өздері, нормально. Сосын зеленый чай дегенді қалай аударамыз? Көк шай дейік. Көк цвет жақсы көреді. Сосын аурудың аттары орыстарда. Аурудың аттары өте бір аппетитный естіледі ғой. Анемия деген. Анемия. Пневмония. Күшті ше? Менингит. Анемия деген бір курортный жер. Где-то Финляндияның қасында. Менингит деген вообще десерт. Менингит клубникамен, пожалуйста. Сен ұялмай айтасың да оны, ше? Андай бір мақтану фразасы сияқты. Қара нәсілді қыздар бар ғой, деп істейтін. Зато менде анемия. Қазақтардың ауруларының аттары сарауру. Сен уже ауру. Ауру. Еще сары. Теміреткі деген. Шиқан деген. Элементарно, кішкентай ұшық деген өзі бір жаман қорқынышты естіледі, ұшық. Өсек деп атқан сияқтысың, бір кім серіктің баласын естіген ма? Теміреткі деген. Қорқынышты естіледі. Теміреткі деген, как будто бір вагонның ең соңында, туалеттің қасындағы орын бар, сол аты сияқты да. Бізде теміреткеден ғана орын қалып, бізде кешеміз. Шиқан деген жаза. Саған өлім жазасы, саған шиқан жазасы, пожалуйста. Не болса да ауырмайық. Рахмет. Сосын жан-жағымыздағы кішкентай нәрселерге мән беріп жүрейік. Рахмет, менде болса. Қалайсыңдар, қош келіпсіңдер. Жалпы мен байқап отырмын, бізде шапалақ ұру мәдениеті қалыптаспаған. Өйткені бізде адам өздігінен шапалақ ұрғысы келмейді. Өйткені ұрып бастайды ғой. Ешкім жалғастырмайды да ол. Жалғыз қалып кетеді дейді. Қоя, ұрмаймын. Позор болған ба енді? Бастамайым дейді да. Ана басқа біреу бастасын дейді ғой. Ол да солай ойлап отыр да. Мен де бастамайым да. Ұрмаймын енді. Жоқ, мен сол нәрсені дұрыстап үйренейін деп, мынау классикалық музыка кешіне барғандар бар ма? Сондай кешке бардым. Классикалық музыка кешіне Людовика Эйнауdiдің композициялары орындалады екен. Кірдім, түсінетін адам сияқты бейді. Скрипач ойнап жатыр. Деп бұлай бейтіп бітірді. И мен сөйтсем, ешкім ұрмайды. Бәрі маған бейтіп ала көзімен қарап отыр да. Сөйтсем, бітпеген екен анау. Өзі бейтіп тұрып, қайтадан жалғастырып бейт. Поклон берді, и бәрі орнынан тұрып шапалақ ұрды бейт. Мен ұрмайым дедім. Мен жаңа ұрық қойғам өзімдікін. Сол жетеді. Жоқ, негізі ондай жаңа көрдіңдер ғой, ондай классикалық кештерге баратын адамдар басқаша болады. Сендер сияқты емес. Көрдім да оларды ше. Бәрі андай. Шал кемпірлер. Бірақ күшті киініп алған. Енді мен де соған сәйкесінше киініп бардым. Бірақ
бәрібір байқалып қалады екен. Шапалақсыз да білініп қалды да. Менше олар мен кіргеннен бүйтіп бастады деймін. Қара, кірді анау. Қара. Қазір қара, шапалақтан ұсталады, қара. Имен. Сондықтан бізде ондай жоқ, шапалақ ұра беріңдер, аямай. Негізі мен әр кеште бір адамды шапалаққа бекітіп қоятын, сен бастайсың, қалғандар жалғастырады деп. Так, бауырым, сен есімің кім? Диас. Диас, сен шапалаққа жауапты боласың. Бәріміз Диасты тыңдаймыз. Диас. Так, қазір мен тұрып жатқан үйді таракан басып кетті. Ол Диастың жұмысы, араласпа Диастың жұмысына. Диастың нанын жеме. Таракан басып кетті үйді. И мен басында кәдімгідей дәрі сеуіп, барыншандай. Амалдарын жасадым, бірақ ол таракандар менен де ақылды екен. Олар бүйтіп дәрі сеуіп отқанын қарады да, о, тупой. Кеттік басқа үйге. Басқа үйге барып, 2-3 күннен кейін қайттан келді да. Содан кейін мен аямай олар кәдімгі мыжып өлтіре бастадым, шашырады. Бірақ сонда да азаймады. И қазір таракандармен бірге шай ішіп отыратын болдық. Бір европейский семьялар болады ғой, ит мысығымен кәдімгідей. Таракан бізде үй жануары. Ат қойып қоясың, Муся деп. Өзімен бірге әкелдім, залда отыр қазір. Шапалақ ұруға алып келгем ғой. Жоқ, мен олармен күрескеннен гөрі қабылдадым да, таракан дұрыс. Қазір оларды рух файтингке дайындап жатырмын. Көрінген адамым шығып жатыр ғой. Дикий Данияр Дарабозға қарсы 3-4-ін дайындап шығарам. Диас. Мен жаяу жүрем, жалпы жаяу жүрем. И менде сұрақ, пешеход бар ғой, зебра. Содан жаяу жүргіншілерге өзінің белгіленген жылдамдығы бар ма бұлай өткен кезде? Мынанша секундта өту керек дейтін. Өйткені өтіп баратасың ғой. И водительдер мына жағыңды көзіңмен жеп қояды дейді. Өтесің. Жүгіріп өтейін десең қақып кетеді. Жоқ, негізі ереже бойынша ол жолақ бізге арналған и спокойно өту керек. Бірақ аналар бүйтіп тығып тұрады ғой жерінен. Бірақ несейсің, өтесің ба деп. Бірақ енді көп айтады да, енді олар асығыс қой дейді да. Асығыс, содан кейін олар тезірек өтіп кету керек дейді. Бірақ мен олардың асығыс дегенге сенбеймін, өйткені олар кәдімгі түсіп төбелесуге дайын тұрады. Бір асығыс водитель кездесті, сендім асығыс екен, өйткені ол түскен жоқ, просто есік ашты, көтінен бір тепті. Все, брат, түсіндім дедім. Негізі мен қараймын, осы үлкен қалалар тек сондай көлігі бар адамдарға арналған сияқты да. Бүкіл жағдай соларға жасалған. Біз жаяу жүру үшін жан-жағымызға қарап, біз тең емеспіз ғой. Олар көліктің ішінде ремен тағып алады, еще airbag бар. Мен ештеңем жоқ. Просто қақып кете салады. И мен қазір олармен ұрсатын болдым. Тұрып жолдың ортасында. Бассай, басқың кеп тұр ғой, бассай. Олар да бірдеңе айтып жатады. Естілмейді бірақ. Сөйтсем, ол мен де естімейді екен да, қазір дауыссыз ұрсатын болдым. Естімейді, рахат. Андай бір сезімді, тура бір жолдың арғы бетіне өтем деп, арғы дүниеге өтіп кететін сияқтысың. Сондай сезімде жүресің бейтіп. Бірақ күшті бір аргумент бар, бізде зато прав болып өлесің. Мен прав болып өлдім ғой. Диас. Мен де осымен тәмам, баршаға рахмет. Болды, бастайық оны тағы да. Ассаламағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар.
Есімім Аманжан, иә, білмейтіндерге, мен Еуропаданмын. Орал қаласынанмын мен. Азиаттар, егер де сіз европейцті көрмесеңдер бұрын соңында, мәні. Осындай біздің түріміз. Үйлену керек уже. Қашанға, иә, бақытты өмір сүруге болады, иә, үйлену керек уже. Бірақ үйлену үшін, отбасы құру үшін, ол үлкен жауапкершілік талап етеді, иә? Ол кезектен тыс депутаттың сайлауы емес қой, иә? Ол интеллект дейді бұны. Үйленейін десем просто мен өзім қарабасымды қазір әрең асырап жүрмін, да? Өзім әрең асырап жүрмін. Ертең мен өмірімде өмірлік жарым пайда болады, который тоже өзінің қарабасын әрең асырап жүрген былай. Бізде кішкентай балдар туылады, который вообще өздерін асырамайды, да? И осы толпа, вот, бишаралардан жиналған, мүшкіл осы толпа, бәрі менің мойнымда болады ғой, иә? Бірақ мен өзім әрең асырап жүрмін өзім, да? Ертең Құдай қаласа, мен отбасымда 6 адам болса, мен айтпаймын ғой. Міне 6-ауымыз тұрып жатыр екенбіз біздер. 6-ауымыз тамақ ішеді екенбіз. Баханди жейді екенбіз 6-ауымыз. Человек-муравейге барайық, 6-ауымыз барады екенбіз. Шымбұлаққа барайық, 6-ауымыз, иә. Мен есептей келе, осы айдан 200 мыңнан шығып тұр каждыйынан қазір. Чо там, коперға барсындар ма? Мен үйтіп айтпаймын ғой, мен жауап беру керекпін отбасыма, толықтай, иә? Мен үйленген... Жоқ, кайф. Не, өмірлі болып жатыр ма, или сіздің де жағдайыңыз мүшкіл болып жатыр ма? Үйлену керек, тұрмыс құру керек па тоже? Тұрмыстасыз. В основном сондай да қыздар. Бақытты қыздардың көбісі не хочу я дейді ғой. Бақыттысыз, да? Өзіңіз полный өзіңізді обеспечивать етіп жүрсіз. Қайда жұмыс жасайсыз? Фотостудияда администратор. Өзіңізді асырап жүрсіз. Ақша печатать етіп отырсыз сіз фотостудияда или басқа қалай табуға болады, мен түсінбей жатырмын. Маған, короче, үйленген достарым айтады, брат, сен қазіргі жасың кайф қой дейді. Неге жас қызға үйлене алмайсың дейді. Мен айтамын, сөйтіп не істеймін дейді. Кайф. Под себя тәрбиелеп аласың ғой дейді. Ит емес қол деймін, да? Адам ғой. Homo sapiens. Yes? Мысалы, мен 19 жасар қызға үйленем, үйге алып келем, айтпаймын ғой бұлай, арайлым. 19 жыл бойы сен үйдегілеріңмен отбасың тәрбие беріп келді. Бүгіннен бастап бәрін ұмыт. Жаңа тәрбие болады. Апельсин. Алфавиттен бастап кетсемші тәрбиені ан жақтан бірден. 19 жасар қызбен мен не сөйлесім мен ол? Жылаватса не мен оған? Синий трактор қосып берем ба мен? Қандай әңгіме құрамыз да? Өте қызық. Мен сондықтан қазір үйлену үшін жаңағыдай әлеуметтік желілерге қазір толықтай уже өзім активный жүрмін. Мүмкін маған Құдай сол жерден де жіберіп жатқан шығар белгілер өзім жүрмін, иә, тупить етіп. Мысалы, любой бір қыз, например, маған лайк басып, репост, бір нәрсе жасаса, мен уже акула сияқты уже оған қарай былай жаңағы настроенный кетіп баратам, да? Қанның иісін сезем, да, андай. Енді акула сондай ғой енді. Сөйтіп мен бір құрбым Инстаграм ашып алды, әлеуметтік желі демекші. Инстаграм ашып алды, бұрын бір ашып алды да, бір публикация жасап, болды. Содан кейін Инстаграмға ұзыннан қойып кетті. Ода 29 подписчик. Бірақ мені кейде прикалывать етеді, когда ол тікелей эфирге кіреді ғой. Мен кірем, и мен жалғыз зрительмін ғой ана жерде.
бірден шығып кеткен ыңғайсыз андай. Типа толпада андай жоқ болып кете алмайсың ана жерде. Алдында 3 сағат эфирін тыңдап отырдым ғой полный. Еще бауырсақ пісіріп жатты ма бір нәрсе ана. Қалың қалай, аман есен? Бәрі дұрыс, үй іші аман? Иә, өте қызық. Өте дұрыс, өте жақсы. Мына қазір айтатын әңгімен эксклюзивті әңгіме. Өйткені ол эфирге өтуі ықтималдылығы өте аз, сондықтан телефонға түсірмеулеріңізді сұраймын. Қиын болмаса әрине. Бірақ камераға түсіріңдер, может, оған дейін заң өзгеріп қалар, Бәріміз білеміз ғой, наурыз айында актуалды жаңалықтардан қоғамдық орындарда боқтаған үшін қазір айыппұл төлейсіздер. Естіңіздер ғой, шапалақ ұрып жүрсеңіздер. Мен ойлаймын, андай идеальный заң ойлап тапты бюджетті толтыруға. Идеальный. Мысалы, біз дос балалармен қоғамдық орында әңгіме айтып жатыр да былай. И өзіміздің әңгімеміздің арамызда былай қызық әңгіменің ішіне былай буауыздар кетіп жатыр да, короче. И мына жерде полиция қызметкері былай: "Ассалауму алейкум, жігіттер. Че там, папандосно? Штраф сендерге." И сен, когда штрафтың бағасын көргенде ана жерде, сен қайтадан штрафқа кіріп кету мүмкінсің ғой ана жерде. Типа 69 мың, еба, тағы 60, еба. Бай, шексіздік да? Санның өзі де андай да? Подозрительный, 69 мың деген. Үйлену керек, жауапкершілік. Бірақ отбасы үлкен жауапкершілік, мен тіпті кішкентай жауапкершіліктерден қорқамын. Үлкен жауапкершілікті былай ала тұрайық. Хотя былай тұра берсін десеңші. Жоқ, былай ала тұрайық. Алдыңғы жылы денсаулық жағдайыма байланысты мен ауруханаға түсіп қалдым. Ауруханада 3 апта жаттым да, ауруханадан шыққаннан кейін маған бір документтерді алып кету керек болатын. Сөйтіп ауруханада кезекте тұрмын. Или былай тұрмын, короче. Определенный разница жоқ, қалай тұрғың келеді, солай тұра бер ана жерде. Ешкім тексеріп жатқан жоқ, бір ереже жоқ нақты, Былай тұрасың ма, былай тұрасың ма? Андай тыр жағын ашып тұрсаң да, ең бастысы былай жылжы да оң жаққа қарай кезекті ұстама, ешкімді нервке әкелдірме. Сөйтіп жаңағыдай кезекте тұрмын. Параллельно ана плакаттарды қарап отырмын, туберкулез, анау мынау дегендерді осын қарап отырмын да. Сөйтіп сәл уақыттан кейін артымнан кезектен бір қыз келеді. Бір қыз келеді де айтады: "Молодой человек, сіз ба соңғы?" дейді. А мен оған кәдімгідей былай қарамадым, кәдімгідей былай тиянақты, былай дұрыстап. Я просто былай бүйтіп қарай салдым, короче. И этот: "Молодой человек, я повторяю, сіз ба соңғы?" дейді. Я говорю: "Я, мен, если что, мен сізден кейін болам" дейді. И кетіп қалады, короче. А мен оның қарап үлгермедім. Жарайды деймін. Артынан бір қыз тұр. Ары қарай кезекте тұрмын. Сәл уақыттан кейін артынан бір мужик келеді. Мужик келеді, айтады: "Ассалауму алейкум, брат, сен ба соңғы?" Я говорю: "Жоқ, мен артында бір қыз бар." Если что, мен содан кейін болам дейді. Тоже кетіп қалады. Жауапкершілік өсіп баратыр. Мен өз кезегімді проебать етамасым екен деп отырмын да. А еще, оказывается, мен 2 адамға жауап беру керек екенмін да, которых мен вообще танымаймын. Еще олар ана жерде. Жоқ ана жерде олар. Сыртынан андай далбан сияқты көрініп тұрмын да. Андай біреу жақыннан: "Жоқ, мына жерде адамдар тұр, по идее" деп андай ауа ұстап тұрмын ғой, короче. Алдына біреу қасыма жақындап келді: "Байқамайсың ба, 2 адамды басып кеттім ғой" деймін. Соңғы кездері маған ұнағаны, қазақша тіл медиа салада өте қарқынды дамып келе жатыр. Қазақша тілде керемет веб-сериалдар шығып жатыр, қазақша тілде керемет кинолар мен әуендер шығып келе жатыр. Әртүрлі музыкалық платформаларды, кәдімгідей топ чарттарды жыртып жатқан. Бірақ мен байқағаным, біздің елде бір мамандық бар екен, қазақша тілге сәл немқұрайлы қарайтын. Ұшақтың пилоттары. Добрый вечер, дамы и господа. Я пилот корабля Сериков Нажан Гетович. Полет продлится 2,5 часа. Во время полета вам будет предоставляться прохладительные напитки. Желаем вам счастливого пути. Good evening, ladies and gentlemen. I'm a broker. Блин, қайтадан грамотно сөйлеп кетеді.
бұл не деген турбулентность мынандай лингвистикалық мына жерде неге именно мына жерде қазақша тіл андай немқұрайлы естіліп жатыр да. Самолетта жалпы ұшақта мен андай адамдар напрягать етеді. Мына ұшаққа отырдың, енді ғана бүйтіп ремень таққанда бүйтіп алдың сиденье былай түседі алдыңнан бірден. Вообще грамм уважения жоқ арттағы отырған адамдарға. Егер де сондай наглый адамдарға еще отверткамен шуруповерт берсең, ана жерін ағытып до конца үстіңе жатып алайын деп тұр да, былай полностью. Егер де менің алдымда сондай наглый адам болып қалса, кім артында отыр? Кешіріңіздер. Аға, апа, ата, мен де ұрам сразу былайна. Мен ойымша вообще ол движение пилоттан басталып келатқан сияқты вообще. Құрметті қауымдарымыз бар, бір нақты биіктіктеміз. И болды былай по всему салону былай кетіп жатыр домино сияқты до конца. Соңғы адамға не повезло, ана туалеттің қасындағы. Ол просто былай и қайтып келеді қайтадан. Алдында ұшақта отырмын и ол сөзде ұят жоқ дейді, дәретханаға барғым келіп кетті. Ал білеміз ұшақтағы дәретхана, егер де ана жерде таблода жасыл жанып тұрса, дәретхана бос деген сөз. Егер қызыл жанып тұрса, дәретхана бос емес деген сөз. Сөйтіп дәретханаға барайын деп бүйтіп қарап тұрмын таблоға. Қызыл жанып тұр екен. Жарайды деп өзім шаруаларымды істеп жатырмын. Қайтадан қарап қалсам, жасыл жанып тұр. О, дедім. Өзім ременімді шештім, дәретханаға қарай баратсам, как назло тоже 3-4 адам артымнан баратыр да, уже андай напрягать. Как будто мені күтіп отқан сияқты, мынау қашан барады екен артынан напрягать етейікші мынаны деп. Мен уже кірмедім, а маған шығу керек уже получается, да? Сөйтіп дәретхананың алдына келдім, айттым, қазір мен тез шығамын деп. Есік жоқ болдым, бүйтіп қарап қалсам, жесткий мынандай бір мина тастап кетті ғой біреу андай сүрленген болады ғой андай қатты кәнде өте качественный тырысқан екен ана адам дедім да. И бүйтіп қарап отырмын да былай бля мынау подстава ғой дедім. Болмайды ғой өйтіп тастап кетуге. Ананы жинайын десем ол менің жауапкершілігім емес ол. Маған не керек ол? Сосын ойладым, бұл адами фактор шығар. Мүмкін адам смывты басуға ұмытып кеткен шығар әшейін, Смывты басам. Ұмытпаған екен. Мен ойымша еще басқан сияқты от души. Өйткені бір кездер самолетті оң жаққа қарай алып баратты да. Өйтіп қатты басқан сияқты. Еще суды басам, кетпейді вообще қозғалмайды анау. Типа, и чё, бля, тресім ма, и чё? Әшейін душқа түсіп алдым, и чё? Вообще қозғалмай мен, осы жақ кім мен? Сәл, мынау да өмірлі болып кетті ма? Самолетқа отырмағансыз? Ну, конечно, фотостудия. Фотодан көрген шығарсыз, хотя бы самолетта. Хотя бы нормально. Ничего, отырасыз самолетқа. Жаңағы әңгіменің соңы, жоқ әңгіменің соңы. Просто мен жоқ болғанда, просто мен күттім соңына дейін уже. Анда адамдар есік қағып отыр. Мен қазір бос емес дедім. Сөйтіп артынан айтады, блядь, аэропорттамыз уже шықсайшы деді. Все. Қалай жалпы қызық болды ма или... Болды, рахмет. Аманжан құшақтадым, дәстәс.